Ғани Мұратұлы, не дейді арнасына қош келдіңіз. Сұхбат беруге келісіміңізді бергеніңізге көп рахмет. Сізге рахмет. Көп рахмет шақырғаныңыз үшін. Қазақ еліне үлкен сәлем береміз. Ғани, енді сіздің белсенді екеніңізді естіп жатырмын. Өткенде мынау Тоқаевтың репрессиясы басталғандағы қаңтар қырғыны болған кезде елшіліктің қасына барып, барлығыңыз ел мақтан тұтатындай ереуіл өткізіп, өздеріңіздің азаматтық позицияларыңызды көрсеткен екенсіздер. Ол үшін алғысымды білдірем, әрине. Енді өзіңізді жақынырақ таныстыра кетсеңіз, сіз студентсіз бе, жұмыс істейсіз бе, ғылым жолындасыз ба? Қазіргі таңда мен жұмыс істеп жатырмын. Менде кішігірім кәсіпкерлік бар, және соны атқарудамын. Сонымен қатар, қазіргі таңда біз көбінесе белсенділікпен айналысып жатырмыз. Біз негізінде 2016 жылдан бастап Америкада шеруге шығып жатырмыз. Онда менің әріптесім Абзал деген кісі сол ұйымдастырды 2016 жылы. Ол кезде білесіз, Қазақстанда Назарбаев қазақ жерін қытайларға сатам деген сондай бір оймен жаңа бір заң ұсынды, заң жобасын. Сонда Макс Бухаев бауырымыз жалпы ұлттық шеруге шақырды 21 мамырда 2016 жылы. Сонда біз Нью-Йоркта шыққанбыз алғашқы рет. Және 2018 жылдан бастап басқа бір менің таныс әріптесім Ләззат деген кісі сол бізді жаңағы тұрақты түрде шеруге шақырып, сондай бір ұсыныс жасап, сол кісінің бастамасымен осында бастадық. Кейін 2016 жылы біз жастармен жиналып арнайы бір чат құрдық, Free Kazakhs деп аталатын, еркін қазақтар деп аударсақ ағылшын тілінен. Және 2020 жылы сол ұйымды біз осында заңдастырдық ресми түрде. Міне, сол уақыттан бастап бізде тұрақты түрде жұмыс жүріп жатыр. Біз негізінде Америкада шеруден басқа қандай жұмыстарды атқарып жатырмыз? Біз өзіміз талай рет мұнда Капитолийда болдық. Капитолий жаңағында маңызды саяси және маңызды ресми осы Америкада өкілдердің жиналатын орны. Сонда біз арнайы сөз сөйледік. Осы Шығыс Түркістандағы, қазіргі таңда Шығыс Түркістандағы басып алған ел, Қытай коммунистік партиясымен және сонда қазақ геноциды туралы біз сөз қозғадық. Сонымен қатар бізде көптеген конгрессмен, сенаторлармен де кездесу болды. Біз бұнда Назарбаев, Тоқаевтың режимі туралы айтамыз. Сонымен қатар Ресейдің басқыншылық саясаты туралы айтамыз. Және Шығыс Түркістандағы қазақ геноциды және Қытайдың Қазақстанды отарлау саясаты туралы ылғи да сөз көтереміз. Және сонымен қатар біз 2020 жылы осында мемлекеттік департаменті басшысы Майк Помпео мырзамен кездестік. Бұл кісі негізінде өкілеттік жөнінде сол кездегі администрация әкімшілік Трамптан кейін екінші адам болған, жалпы ресми күші бар деп айтсақ. Осы кісімен кездесіп, сонда да диктатор Назарбаевтың жаңағы соның қазақ еліне жасап жатқан қастандығы туралы айтып, және қазақ геноциды туралы сөз көтердік. Және кешеде біз Вашингтонда осы соңғы 4 күн болдық. Біздің Америка Құрама Штатының астанасы. Және осында біз Енес деген бір түрік, өзі негізінде түрік баскетболды ойнайтын танымал ойыншы. Сол Түркияда туған, бірақ Америка Құрама Штатының қазіргі таңда азаматы. Бұл кісі немен өте маңызды? Ол NBA жаңа баскетболдың танымал ойыншысы, және бұл кісі негізінде қорықпай, жаңаға белгілі бір қысымға түсем деп сол жағын ойламай, жаңаға Шығыс Түркістандағы геноцид туралы сөз көтерді. Сонымен қатар жаңа ұйғыр қазақ мәселесін көтерді ашық түрде. Сонымен қатар осы Тибет мәселесін көтерді, Гонконг мәселесін көтерді. Және өкінішке орай соңғы уақыттары біздің білуімше бұл кісіні NBA-ден шығарылды. Неге десеңіз, өйткені NBA енді өзінің бағдарламаларын көп Қытайда жүргізеді, Қытайдан көп ақша алады, және Енес бауырымыздың айтқан сөздері саяси жағынан біз араласпаймыз деп NBA оны өзінің жаңа жұмысынан шығарды. Танымал NBA баскетбол федерациясы деуге болады. Бұл кісінің кеше салтанатты бір кеші өтті, және бұл кісіге арнайы осында ұйымдар сондай бір марапаттау
рәсімін өткізді. Сонда 80-ге жуық адамдар жиналды, көптеген сенаторлар, конгрессмендер, және Шығыс Түркістанда мысалы қинап соларды концлагерден, концентрациялық лагерлерден қашып кеткен адамдар, кейбір адамдар да болды. Біз барлығымыз сонда жиналып осы салтанатты марапаттауда кеште сөз сөйледі. Біз де сөйледік. Біз мұнда 3 мәселені айттық. Біріншісі бұл Қытай қазір Қазақстанда қалай отарлап жатқаны туралы айттық, және Америка қауымынан, Америка билігінен және Америка халқынан қолдауды сұрадық. Осы мәселе бойынша біз Қытай коммунистік партиясын жедел түрде тоқтатуымыз керек. Өйткені Қытай бұл тек қана Шығыс Түркістанмен, бұл тек қана Тибет, Гонконг, оңтүстік Монғолиямен басып алудан басқа, 49 жылдан бастап оларды заңсыз түрде басып алды. Және сондағы жергілікті халықты қинап, өлтіріп, геноцид істеуден басқа, олар тағы да сырттағы елдерді басқаруға, соларды жаулап алуға тырысып жатыр. Соның бірі бұл Қазақстан. Қазақстанға білуімше 50 миллиард доллар жаңағы инвестиция құйды, және 13 миллиард доллар кредит берді. Және соның барлығында бұл енді Қазақстандағы сатқын билік емес, бұл Қазақстандағы қарапайым халық болашақта жауап беру мүмкін. Қандай ол жауап береді, өзінің жерін бере ма, тағы да басқа өзінің суверенитетін бере ма, ол әзірше белгісіз. Және келесі бір екінші мәселені біз көтердік. Бұл Тоқаев және Назарбаевтың режимі туралы, және қаңтар оқиғасында жаңағы қаншама бейбіт халықты атып өлтіріп, және қазіргі таңда 12 мың біздің азаматымызды түрмеге заңсыз отырғызып, және соларда жаңа үтікпен, басқа да жаңағы қинап азаптаумен байланысты осы мәселеге көңіл бөлуін біз Америка жұртшылығын сұрадық. Және үшінші көтерген мәселеміз бұл айтып кеткен қазақ геноциді. Яғни Шығыс Түркістанда қазіргі таңда әртүрлі деректерге сәйкес 500 миллион қазақ бауырларымыз, қандастарымыз заңсыз түрде түрмеде және концлагерде отыр. Солардың бірі ретінде мүмкін Қазақстанда барлығы да білетін шығарсыздар, бұл Сайрагүл Сауытбай, Сайрагүл апайымыз ол кезде осы заңсыз түрде Қытай билігімен күштеп осы концентрациялық лагерде жұмыс істеген, және кейін ол босатылған соң бұл кісі заңсыз түрде Қытай қазақ шекарасын өтіп кетіп, Қазақстаннан саяси баспананы сұраған. Бірақ өкінішке орай Қазақстандағы сатқын билік, зұлым билік, Назарбаев, Тоқаев, бұлар толықтай жаңа Қытай мен Ресейге сатылған билік, олар әрине қазақ елінің және қазақ жұртшылығының болашағын ойламайтын адамдар. Сондықтан Сайрагүл апайымызға ешқандай да саяси баспана бермей, әртүрлі қысым жасап, айдаладағы Швециядан саяси баспана алған. Толықтай бұл кісі алды. Және 2020 жылы бұл кісі осы Америкаға келіп, Майк Помпео жаңағы мемлекеттік департаментінің басшысы Майк Помпео ұйымдастырған әлемдегі жаңағы батыр әйел деген атағы бар марапатқа ие болды 2020 жылы. Және біз осында да бұл кісімен кездесіп, бірталай жұмыс істедік осы салада. Рахмет. Қысқаша айтқанда. Өте жақсы. Ғани Стамбек деген жігітті мен негізі сіздің есіміңізді бұдан бұрын бірнеше рет естігем. Әлгі жаңағы Қытайдағы қазақ, ұйғырларды ғана емес, қазақтарды азапталып жатқан концлагерге түскенін, оған сізде деректер жинап көмектескеніңізді естігемін. Осы жолда бірнеше рет жаңа Маржан апамыз да өзіңіз жайлығында айтып берген. Мен сізге қарап тәнті болып отырмын. Жасыңыз 32-де, солай ма? Әзірше 31-де. 32-ге келіп қалдыңыз. Америка Құрама Штаттарында тұрып жатқаныңызға қанша жыл болды? 7 жылдан асты. Қазақ тілін ұмытпаған екенсіз. Акцент ештеңе байқалмайды. Жай ауызекі тіл емес, тіпті әдеби сөйлейді екенсіз. Өзіңіз қандай кәсіппен шұғылданасыз? Бизнес не, қандай салада? Менікі кәсіп жаңағы үй саласы деуге болады, қазақша аударғанда. Құрылыс емес, үйлерді жалға беру саласы. Бұл өте кіші. Мен істейтін жұмысым өте кіші. Ондай үлкен, сондай пайдасы жоқ. Мен кішігірім нәрсені ғана істеймін. Жылжымайтын мүлікті алып жалға беріп отырсыз сонда? Иә. Бірақ сіздің жаңағы алғашқы айтып кеткен сөзіңізге сәйкес, жаңағы тілді әлі де білеміз. Өйткені негізінде біз оқыған мектепте
біздің мұғалімдеріміз 86 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысты. Бізде сондай бір мұғалімдер болды өз мектебімізде. Және бұл кісілер негізінде бізге мектеп кезінен сондай бір сезім берді. Бұл сен өз елін ойлау керексің, өз жұртын ойлау керексің, өз тілін, мәдениетін ойлау керексің. Өйткені кезінде біз Ресейдің құрамында болған кезде қазақтар негізінде үлкен жапа шеккен, геноцид болған және тағы да басқа. Сондықтан сол кезден бізде сондай бір ой қалыптасты. Және жеке мен өзімді айтатын болсам, әулетім туралы біз негізінде Әлихан Бөкейханұлы, Кенесары хан, Абылай ханның тұқымдары болып келеміз. Сондықтан бұл кісілердің кезінде көрген ел үшін, жер үшін күресіп, және өзінің өмірлерін елге арнап, өзінің өмірлерін жан пида қылғандықтан біз үшін, жеке мен үшін ол үлкен сондай бір үлгі болып келеді. Сондықтан мен мүмкіндігінше ылғи да тырысамын тек қана қазақ тілінде сөйлесуге, қазақ тілінде ғана өлең тыңдауға, және көбінесе мен тырысамын орыс тілінде өлеңдер тыңдамауға, және тағы да басқа. Енді әрине мүмкіншілік болған кезде. Сонда төренің тұқымы болып тұрсыз ғой? Ал енді Ғани, өткенде Маржан апамызбен сөйлестік, Америка құрама штаттары мен қазақ елінің арасындағы айырмашылық неде екен. Шынын айту керек, біз өркениеттен кемінде 100 жыл әйтпесе одан да көп қалып қойған екенбіз. Сіз жаңа айттыңыз, кәсіп сондай кереметтей үлкен емес, бірақ шағынды. Өзіңізді өзіңіз асырап жүрсіз ақшта, солай ма? Иә. Ал енді сіз мына саясат мәселесіне араласып жүрсіз. Араласқаныңызға біраз уақыт болған екен. Нұрсұлтан Назарбаев болсын, Қасым-Жомарт Тоқаев болсын, олардың қолдары тым ұзын, мұхиттың ар жағына да жететінін білесіздер. Жасқанбайсыз ба? Мен былай айтар едім, менде негізінде қазір өзімде отбасы жоқ, әйелім немесе бала шағам жоқ, сондықтан мен өзім ойлаймын, менде ондай үлкен бір риск жоқ, жаңағы менің отбасыма ма, немесе бала шағама үлкен бір қауіп төнетін, өйткені менде олар жоқ. Және жоғалтатын ештеңем жоқ дейсіз? Иә, бір жағынан сол, екінші жағынан мен айтып кеткендей, мүмкін бұл бірінші біздің халқымыздың тарихы, өзінің жаңағы басынан өткен қиын жағдайы, өмірі, сонымен қатар менің жеке өзінің ата-бабаларының тарихы, бұл үлкен маған бір рухани күш беріп жатыр. Сондықтан бұл кісілердің істеген, және мысалы Қазақстанда талай рет шеруге шығып, қайтыс болған, немесе түрмеге отырғызған, мысалы Макс Боқаев бауырымыз, Арон Атабек, Дулат Ағаділ, және тағы да басқа осындай таза елім жерім дейтін кісілер маған жеке өзіме үлкен бір рух беріп жатыр. Осында Америкада әрі қарай қаншалықты мысалы тәуекел болса да, әрі қарай күресті жалғастыруда. Дұрыс. Ал өміріңіз үшін қорықпайсыз ба? Денсаулығыңыз үшін? Мен адам баласымын, мен қарапайым адам баласымын. Менде жүрек бар, менде жаңағы қаным бар, сүйек бар. Сондықтан әрине мен де алаңдаймын. Бірақ дегенмен де мен айтқандай біздің еліміздің тарихы, жеке ата-бабаларымның тарихы, және қазіргі таңдағы Қазақстандағы осындай батырлардың іс-әрекеті мені рухтандырып жатыр. Және бұл жаңағы алаңдаушылықтан әлдеқайда асып, маған сондай бір рухани күш беріп жатыр. Яғни отан үшін отқа түс, күймейсің дейсіз ғой? Иә, әрине осындай ойда ұстанудамын. Бірақ мен айтқандай осы алдында айтып кеткен кісілердің істеген жұмысы және бұлардың ерлігі әлдеқайда бізден жоғары. Өйткені біз шетелдеміз, олар болса Қазақстанда болып, осы зұлым билікпен күресуде. Көп рахмет, Ғани. Сіз сияқылды азаматтардың барлығы осылай ойлайтын болса, онда біз міндетті түрде мұна ұры жүйені қуып шығып, демократиялы мемлекет құрамыз деп ойлаймын. Енді Ғани, сіз қоғамдық жұмыстармен айналысады екенсіз. Ешкімнен қорықпайсыз, ешкімнен жасқанбайсыз. Ол енді көрініп тұр. Енді сіз маған қазақша, ағылшынша және орысша білесіз, 3 тіл білесіз, дұрыс па? Иә. Енді ағылшын тілін жетік білесіз деп ойлаймын, әйтпесе ақш-та 7 жыл жұмыс істемейтін шығарсыз. Америка құрама штаттарындағы ақпарат құралдары қандай мәлімет таратты? Ақпаратты дұрыс берді ма, бұрыс берді ма, қалай ойлайсыз? Әлде мына Тоқаев 20 мың террорист кіріп кетті Қазақстанға деген ақпаратты Америка халқы жұтып алды ма, жоқ әлде сенбей қабылдады ма?
Мен біріншіден айтар едім сізге, Америкада Қазақстан туралы адамдардың көпшілігі мүлдем білмейді ешқандай тақырып, ешқандай ақпаратты. Сондықтан жалпы Қазақстан туралы осындай айту көптеген адамдар үшін ол енді олар білмейді Қазақстан деген не ел, қандай ел, тағы да басқа. Сондықтан Тоқаевтың айтқаны айтылды ма, айтылмады ма, көптеген адамдар бұған мүлдем бейтаныс, бейхабар. Міне, сондықтан бұл жағынан негізінде үлкен қиыншылық, ақпараттық жағынан, және негізінде мұнда Америкада Қазақстандағы зұлым биліктің лоббисі негізінде мықты, жиі осында әртүрлі жиналыстар өткізеді, кездесулер өткізеді, Америка құрама штатының билігімен, тағы да басқа әртүрлі институттармен. Сондықтан олар ақпараттық жағынан әрине олар мұнда жан-жақты жаңағы Тоқаев, Назарбаевтың режимін ақтауда, жақсы жағынан көрсетуде, олар сол жағынан бірталай жұмыс негізінде атқаруда. Білуімше 2020 жылы, қателеспесем, 16 желтоқсанда тәуелсіз күні олар Вашингтонда қазақ елшілігі, маған түскен ақпарат бойынша, олар бір кеште $800,000 салып, бір тек қана кешкі асқа әртүрлі жаңағы Америка құрама штатының басшылығынан әртүрлі маңызды адамдарды шақырып, соған сол бір кештің өзіне ғана $800,000 салды. Естуімше Голливуд жұлдыздарын да шақырған сонда. Нұрсұлтан Назарбаевқа әтейлеп амандасуға келді екен деген сияқты. Иә. Ал енді бірақ шынымды айтсам, олардың көбісі Қазақстанды мүлдем білмейді, әсіресе Назарбаевты да. Әрине Қазақстанда олар басқаша ақпаратты береді, бірақ негізінде Американың жұртшылығы көбісі Қазақстанды білмейді, Назарбаевтың, Тоқаевты мүлдем білмейді. Иә, әрине түсінікті. Америка құрама штаттары үшін Қазақстан не, Қырғызстан не, Ауғанстан не, Пәкістан не стандардың бәрі бірдей. Бірақ дегенмен CNN болсын, Нью-Йорк Таймс болсын жазған екен бірнеше ақпараттар, оны мен оқып көрдім. Ал енді сіз тек қана қазақ диаспорасымен араласпайтын шығарсыздар, онда өзбек ағайын бар, қырғыз ағайын бар, Ресейден барған диссиденттер бар. Ол ағайындар не деп жатыр елдегі жағдай бойынша? 20,000 террористке сенді ме, жоқ әлде Тоқаев өз халқын қанап жатыр деп ойлады ма? Оппозициялық тұрғыда және сонымен қатар еркіндікті ойлайтын, азаматтықты және заңдықты ойлайтын адамдар, осына әртүрлі диаспоралар, олар әрине қазақ халқының жағдайын түсініп, олар қазақ халқын қолдайды. Соған бір мысал ретінде келтіретін болсақ, біз Қазақстан консулдығының алдында Нью-Йоркта шеру өткізген кезде бізге көптеген әртүрлі ұлттар қосылды. Қырғыз бауырларымыз, армян, сонымен қатар түркмен, тағы да басқа адамдар олар қосылып, қазақ халқына қолдау көрсетті. Негізінде өте жақсы белсенді түрде армян диаспорасы бізге қосылып, қазақ халқын қолдап, және армян әскерлерін Пашинянға қарсы олар осындай бізді қолдап шеруге шықты. Жаңағы Пашинян, сенде ешқандай құқық жоқ, армян әскерлерін қазақ жеріне кіргізіп, қазақ ағайындарды, бауырларымызды соларды басып жаныштауға сенде ешқандай құқық жоқ деп сондай бір үлкен дауыс шығарған. Сондықтан бұл кісілерге үлкен рахметімізді айтамыз. Сонымен қатар біз мысалы Ақ үйдің алдына 15 қаңтарда жалпыұлттық қазақ халқының жалпыұлттық шеруін, қазақ диаспорасының жалпыұлттық шеруін өткізген кезде, мұнда Украин диаспорасы да қосылды бізге, армян және басқа да ұлттар бізге қуана қосылып, қазақ халқын, қазақ жұртшылығын осында қолдады. Өте жақсы. Мен де естідім, көрдім, бейне материалдардан, YouTube-ке шыққан, Facebook-тен оқыдым. Әзербайжан, түркмен, қырғыз, өзбектер енді түсінікті. Бауырымыз деп, қазақ деп жаны ашыған бұлар. Армяндар неге қазақ жаққа шығып, ол ереуілге келді деп ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Айтқан шығар енді, сұхбаттасқан шығарсыздар сіздер. Иә. Біріншіден мен сізге былай айтар едім. Жалпы әртүрлі елдердегі адамдар, олар жалпылама түрде барлығы бірдей. Әр адам бейбітшілікте өмір сүргісі келеді. Әр адам жаңа қауіпсіздікте өмір сүргісі келеді. Ешқандай соғысқа аттанып, тағы да басқа жаңағы жемқорлықсыз, әділ биліктің астында өмір сүргісі келеді. Әр адамның жаңағы осындай бір қалауы, кез келген ұлт болсын, кез келген нәсіл болсын, барлығымыздар біз жалпылама түрде бірдейміз. Және өмір қандай
сүргіміз келу әдеті және қалауымыз барлығымызда бірдей. Адам баласын барлығымызда біз қарапайым. Сондықтан мен мұнда жеке өзім адамдарды ұлт ретінде бөлмеймін, және армян диаспорасы бізді қазақ халқын қолдау, ол мен үшін кәдімгі табиғи түрде, өйткені біз барлығымыз адам баласымыз, барлығымызды көріп тұрмыз. Жаңағы Путиннің кіргізген әскерлерін, Пашинян кіргізген әскерлерін бұл халықтар істемей жатыр. Бұл заңсыз зұлым, жаңағы саяси биліктер ғана істеп жатыр. Міне соны түсіну керек. Сондықтан армян болсын, түрік болсын, басқа бір ұлттар болсын, біз барлығымызда адам баласымыз, бір-бірімізбен бірге біз бейбітшілікте өмір сүре аламыз және өмір сүру керекпіз. Ал бұл жаңа саяси алаяқтар мен саяси топтарға біз оларға беріліп, бір-бірімізбен қырылысып, тағы да басқа, ол біздің жолымыз емес. Біздің жолымыз ол бейбітшілік және жалпы ұлттық адами құндылықтар. Оныңыз рас. Енді қараңыз Ғани, мен осының алдында да байқадым. Мысалға Белоруссияда болған дүмпу кезінде, Қырғыз елінде болғанда, Америка құрама штаттары немесе батыс елдерінде елшілігінің алдында ел осындай ереуілге шығып жатса, бүкіл ТМД көлеміндегі мемлекеттер жиналып, бауырлас елге өздерінің қол ұшын беріп жатады. Бұл жаңағы Ресейдің империялық амбициясынан шаршап, Ресейден алыстайық дегенді білдіре ме, жоқ әлде жай ғана қолғабыс таныту ма? Қалай ойлайсыз? Бұл жай ғана қолғабыс таныту емес. Мен біріншіден айтып кеткендей, біз адам ретінде кім, мысалы, әртүрлі зұлым биліктің астында өмір сүріп жатқан халықтар, біз бір-біріміздің жан айқайымызды біз түсінеміз. Өйткені, мысалы, біз де зұлым биліктің астында өмір сүріп жатырмыз. Ресейде де, мысалы, Ресей халқы немесе орыс халқы, олар да, мысалы, Путиннің астында өмір сүріп жатыр, зұлым. Көптеген елдерде солай. Не олар осындай зұлым биліктердің астында өмір сүрді, немесе әлі де өмір сүріп жатыр. Сондықтан біз бір-біріміздің жан айқайымызды түсінгендіктен, біз осындай әртүрлі бір-бірімізді қолдаймыз. Мысалы, бізде шеруге осы ТМД елдерінен басқа бізге, мысалы, Мьянмар елінің адамдары қосылды, Гонконг адамдары қосылды, мысалы, тағы да басқа елдердің азаматтары олар қосылды, өйткені олар да осындай зұлым биліктің астында өмір сүріп жатыр. Бұл мен айтқандай жалпы адами бір-бірімізді қолдау, бір-біріміздің ауыртпашылық өмірімізді түсіну арқылы біз қандай ұлт болсын, біз ондайға қарамай бір-бірімізге қолдау көрсетіп жатырмыз. Міне бұл бірінші адами қасиет, адами түсініспеушілік. Және екіншісі, жаңа ТМД елдері туралы айтып кеткеніміздей, бұлар жалпы диктатураға қарсы және Путиннің зұлым билігіне қарсы шығып жатыр. Өйткені біздің барлығымызда ойымызша, егер Путиннің билігі толықтай құлмайынша, ТМД елдерінде демократияны құру мүмкін емес деп ойлаудамыз. Бұл өте қиын негізінде. Путин жан-жақты бізге қарсылық, жаңа азаматтық қоғамға қарсылық жасайтын болады. Түсінікті. Енді өзіңіз естіген боларсыз, кейінгі кездері мына Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейге тым жақындап кетті. Біздің көптеген бизнес сала, тіпті азық-түлік қауіпсіздігіне дейін сол ресейлік олигархтардың қолына өтіп кетті деп жатыр. Біздің кеше ғана әскери доктрина екі ел арасында қабылданды деп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, қазақ елі өзінің тәуелсіздігінен айырылды, Путин қазақ елін басып алды деп жатыр. Сіз өзіңіз саясаттан хабарыңыз бар көрінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Маған жастардың ойы, пікірі қызықты болып тұр. Біріншіден мен былай сізге айтар едім, мен жалпы Қазақстан елінің нақты түрде іс жүзінде тәуелсіз ел болғанына мен негізінен үлкен сұрақ қояр едім. Күмән менде бар. Неге десеңіздер, өйткені алдымен Қазақстанның басшылығын қарайтын болсақ, Назарбаев, Тоқаев және басқалар, бұл кісілер қайдан жалпы келді? Бұл кісілер коммунистік партиясынан келді. Және бұл кісілер негізінде бізде кезінде Мәскеумен заңсыз түрде күште бізге билікке қойылғызды осылар. Біз бұны қазақ елі, қазақ жұртшылығы әділ жаңағы сайлауларда таңдамады бұл кісілерді. Міне, сондықтан Назарбаев, Тоқаев бұлар бастан Мәскеумен қойылды. Сондықтан Қазақстанда 100% шынайы тәуелсіз мемлекет деп айтуға мен үлкен күмән айтар едім. Және сонымен қатар Қазақстанда сіз білетін шығарсыздар, белгілі бір ақпараттарға сәйкес бізде Қазақстанда Ресейдің 7 әскери базасы бар. Ресми деректерге сәйкес бізде 3 Ресейдің әскери базасы бар. Менің пікірім бойынша, егер де
бір елдің ішінде басқа бір елдің әскери базалары, әскерлері болса, бұл мемлекетті тәуелсіз, шынайы тәуелсіз мемлекет деп айту мүмкін емес. Өйткені сенің өзің әскерлерің, сен өзің елін қорғай алмасаң, бірақ сен өз елінде басқа шет елдің әскері болса, яғни сен сол елдерге тәуелділігін екенін көрсетіп тұрғаны мен ойымша айдан анық. Ал қазіргі таңда Тоқаевтың істеп жатқаны, жаңағы мен ақпараттарды оқыдым, жаңағы Ресей мектептері Қазақстанда ашылады, тағы да басқа бір жақындасу өтіп жатыр. Бұл келесі бір қазақ елін орыстандыру, ресейлендіру, сондай саясатты жүргізіп жатыр, және Қазақстанды келесі Ресейдің бір автономиялық субъект республикасын ретінде кіргізуге үлкен сондай бір іс-әрекет жасап жатыр. Бұған бірден бір кінәлі бұл Назарбаев, оның жүйесі және қазіргі таңдағы Тоқаевтың жүйесі болып келеді. Сондықтан қазақ елі оянып, жаңағы Ресейге қарсы, Ресей дегенде бұл орыс халқына немесе Ресей халқына емес, бірақ Ресейдің басшылығына қарсы, жаңағы диктатор Путинге қарсы біз бірден бір көтерілісу, Кремльге қарсы қазақ елі қосылып көтерілу тиіс. Әйтпесе біздің қазақ болашағы жоқ деуге болады, егер біз еліміз көтерілмесе. Дұрыс айтасыз. Ғани, сіздің жоғарғы біліміңіз қандай мамандық бойынша жоғары білім алдыңыз? Мен негізінде заң аласында және сонымен қатар мен саяси белгілі бір курстар өттім, және бизнес әкімшілік саласында білімді алдым. Яғни дайын тұрған саясаткер екенсіз ғой? Мен негізінде саясаткер болғым келмейді. Менің жеке пікірім бойынша саясаткерлердің енді барлығы болмаса да көбісі белгілі бір өзінің жеке мүддесін ойлайтын адамдар. Мен егер болашақта әрине тағдыр соған әкелетін болса, мен мемлекеттік қызметкер, жаңағы мемлекеттік қызметкер немесе мемлекеттік тұлға ретінде, елдің ойлайтын тұлға ретінде болуға сондай бір арманым болар еді, бірақ саясаткер болғым келмейді. Бұл жаңағы шынайы елдің қамын ойлайтын, шынайы елдің мүддесі үшін қызмет істейтін тұлғаға айналуыма болашақта мен үшін үлкен бір арман болар еді. Негізі саясаткердің бәрі сайқал емес. Кейбір азаматтар сіз айтқандай өзінің қалтасын, мәнсабын, жағдайын ойлап, бала-шағасын байыту үшін барады, әсіресе мына біздің ұры жері. Ал енді оларда алмастырып сіз сияқылды еліне жан ашитын азаматтар келу керек. Сіз мысалға мәжіліске кіріп, елге пайдалы заңдардың қабылдауына өзіңіз заңгер екенсіз. Саясатты да әбден оқып білген екенсіз. Елге бір еңбегіңізді сіңіргіңіз келе ме, қайтадан қайтып келіп елге? Міндетті түрде, бірақ қазіргі таңдағы өкінішке орай жүйе Назарбаев, көп адамдар мысалы ойлайды, Назарбаев кеткенмен де Тоқаев бізге жаңа шынайы реформалар береді, жаңа бір өзгерістер, өкінішке орай олай емес. Бұл барлық бір жүйе, сондықтан бұны біз арам шөп ретінде қарастыру керекпіз. Арам шөптің бір жапырақ, бір бөлік жапырағы құлап түссе, шіріп түссе, немесе жұлынса, бірақ жалпы сол арам шөп, әлі де соның тамыры бар, әлі де соның сабағы бар. Біз соның барлығын жойып болмағанша, әрине ешқандай да нақты өзгерістер болмайды. Бірақ шынайы бізде Қазақстанда реформалар, шынайы жаңағы жүйе өзгеретін болса, мен қуана өзім елге қайтып, және мен ойымша осыны Америкадағы басқа шетелде тұратын қазақ диаспорасының ішінде елім жерім дейтін көптеген азаматтар бар, солар көбісі қайтып өз еліне, жеріне қызмет істер еді деп әбден сендім ондайға. Ал ол жүйені кім өзгертеді? Біз ел ішіндегі азаматтардың күйіміз жетпей жатыр, шын айтқанда. Қанша белсенді осы күнде блогерлер Тоқаевтың сөзін сөйлеп шығып жатыр. Тоқаевқа тағы да бір мүмкіндік беру керек дейді. 3 жылдық президент кезінде мүмкіндігі болмады ма? Қаңтар қырғынынан бері қарай мүмкіндік болмады ма? Білмеймін қандай мүмкіндік беру керек. Бірақ мүмкіндік беру керек деп жатыр. Сіздер келмей, біз қосылмай, халық көтерілмей, ол арам шөпті жұлып тастап түп тамырымен жоя алмаймыз ғой. Тізе қосуымыз керек шығар? Негізінде дұрыс айттыңыз, және мен былай айтар едім, жаңа сіз айтқандай көптеген адамдар, блогерлер айтып жатыр, Тоқаевқа мүмкіншілік берейік, тағы да уақыт берейік. Мен негізінде осындай сөздерді өзім түсінбеймін. Егер қалай бұл қылмыскерге біз мүмкіншілік беруіміз керек, әрі қарай қылмысты жалғастыру үшін ба, мен соны түсінбеймін. Сондықтан
қылмыскер ол міндетті түрде түрмеде отырғызылу керек. Сонда ғана бізде әділдік болады. Сонда ғана біз әділдік заңға сәйкес біз барлық болып жатқан қылмысты ашық анық әділ зерттей аламыз. Бірақ қылмыскер билікте отырып және қылмыскерге тағы да уақыт беру арқылы біз өзімізді алдаймыз және жалпы еліміздің болашағымызға біз балта шауып жатырмыз. Және сіз айтқаныңыздай жаңағы ел туралы біз, сіз тағы да басқа, әрине біз барлығымыз да белсенді түрде қатысу керекпіз. Ең біріншісі бұл қазақ елінің болашағын шешетіндер бұл қазақ халқы, тұтас қазақ халқы болып келеді. Сондықтан жеке менің айтатыным, мен білем, оппозиция арасында көптеген тайталас жүргізіп жатыр, бір-бірін қаралау, тағы да басқа әртүрлі саяси интригалар жүргізу, бұндай бар, өкінішке орай бұл өткен оппозиция және бұл өткен оппозиция жаңа құрылып жатқан оппозицияға да өзінің сондай бір сезімін әкелді, осындай бір адастыру, шатастыру, саяси интригалар бізге де өкінішке орай жастарға да жетіп жатыр. Сондықтан менің айтарым, халыққа бұл оппозицияға ешқашанда көңіл бөлмеңіздер. Саясаткер өздеріндей олигархтар, тағы да басқа шетелде болсын, Қазақстанда болсын, тағы да басқаларға көп көңіл бөле бермедіңіздер. Сіз жаңағы алаңға шыққанда бұл белгілі бір оппозициялық топ үшін емес, тұлғалар үшін емес, бұл сіз өзіңіздің болашағы үшін шығасыз және қазақ елінің болашағы үшін шығасыз. Сондықтан оппозициядағы әртүрлі саяси интрига алаяқтарға көңіл бөлмеңіздер. Бұл тек қана қазақ елінің болашағы және бұл тек қана қазақ халқының қазіргі таңдағы мүддесі және қазіргі таңдағы өмірі үшін ғана біз күресуіміз керекпіз. Ай азамат, алып қосарым жоқ. Енді Ғани, сіз өзіңіз заңгерлікті оқыдыңыз, саясатты оқыдыңыз, кәсіпкер екенсіз, яғни ақша санауды да білесіз, жаңағы қандай ойындар жүргізуді де білесіз. Яғни сізде аналитик, сараптама жүргізу қабілетіңіз бар. Енді ойластырып көріңізші, шамамен мына қас жүйені құлату үшін қанша уақыт керек? Нұрсұлтан Назарбаевты құлаттық кетірдік енді. Тоқаевпен әлі 30 жыл алсамыз ба, жоқ әлде санаулы секундтары ғана қалды ма? Біріншіден, мен негізіне күмән келтірер едім, біз Назарбаевты құлаттық деген. Бұл негізіне өте үлкен күмән келтіретін сөздер. Яғни Тоқаевтың артында бәрібір сол Назарбаевтың көлеңкесі тұр дейсіз ғой? Менің ойымша әзірше бар. Көп адамдар мысалы бұлай ойлайды, Қазақстанда кландардың таласы өтіп жатыр. Кландар бір-бірімен соғысып жатыр. Білуімше, біріншіден Тоқаевта ешқандай клан жоқ, білуімше, ол бір. Және ең бастысы саяси алаңда, егер де кландар бір-бірімен күресетін болса, бұлардың күресі қанға ылғида, қанмен аяқталады. Яғни бір жақ екінші жақты толықтай түрде, физикалық түрде өлтіру керек. Мысалы айтатын болсам, кезінде Сталин қайтыс болған кезде Берия бір жағынан билік үшін күресе бастады, екінші жағынан Молотов пен Хрущев екінші жағынан билік үшін күресе бастады. Сонда олар күрескен кезде оның күресі қалай аяқталды? Бұлар Хрущев пен Молотов Берияны түрмеге отырғызды, кейін оны атып тастады. Яғни күресетін кландар, күресетін топтар, олар бір-бірін біріншіден немесе түрмеге отырғызады, толықтай басшылықты, және одан кейін олар бір-бірін физикалық түрде, яғни бір-бірін атып өлтіру арқылы ғана олар өздерінің билігін орнықтырады. Сондықтан мен мұнда көрмей тұрмын Назарбаев Тоқаевты өлтіргенін, немесе Тоқаев Назарбаевты өлтіргенін, немесе Тоқаев жаңағы Назарбаевтың балаларын өлтірді, тағы да басқа, мен ондайды көрмей тұрмын. Сондықтан менің пікірімше мұнда ешқандай да кландардың таласы өтпей жатыр, бұл жалған. Және Досым Сатпаев саясаткер айтқандай, Қазақстанда бізде қазір Назарбаев тұлға ретінде емес, тұлғалық мәселе емес, бұл ұжымдық мәселе. Яғни Назарбаевтың құрған жүйесі бұл енді бір ұжымдық мәселе болып келеді. Мұнда Назарбаев отыр ма, Тоқаев отыр ма, Күлбаев, тағы да басқа, бұл маңызды емес. Бұл барлық жүйе, бұл барлық үлкен бір мәселе болып келеді. Және қазақтарда бір мақал бар, қарға қарғаның көзін шұқымас. Сондықтан мында Тоқаев болсын, Күлбаев болсын, олар бір-бірінде мен мұнда көздерін шұқып жатқанын көрмей тұрмын. Әлі де бәрі елде, әлі де бәрі ұрлап жатыр. Халықты тек қана алдаумен болып жатыр. Оныңыз рас, оныңызға мен де келісем. Енді дегенмен сес көрсеттік қой, халық қазақ оянды. Әйтеу, шүкір, Аллаға шүкір. Енді мынау жақсы, Нұрсұлтан Назарбаевты қуып шыққанымыз жоқпыз, бірақ
ұры жүйемен алыстық бір есеңгіреттік деп ойлаймын. Ұры жүйені түп тамырымен жұлып тастап қашан жеңіске жетеміз? Бұның енді нақты уақытын айту өте қиын. Менің пікірім бойынша біздің халқымыз әлі талай рет көтерілетін болады. Мүмкін сәуірлерде әлі шығамыз. Сонымен қатар біздің өкінішке орай елімізде әлі үлкен талай ірі трагедиялар, қайғылы оқиғалар әлі бізде талай рет болады. Мүмкін келесі 3 жылда, мүмкін келесі 5 жылда үлкен саяси өзгерістер болатынына мен сенімдімін Қазақстанда. Сондықтан қазақ еліне мүмкіндігінше ашық жаппай көтеріліңіздер. Келесіде біз Қазақстандағы жаңа Астанада көтерілу керек жалпылама. Бізде мұнда қырғыз бауырларымыз бізге ылғи кеңес береді. Көтерілсеңіз міндетті түрде Астанада көтерілу керексіз жаппай жаңа. Әр елден, әр қалалардан сонда жаппай барып, белгілі бір күні жаппай көтеріліп, сондағы Ақорданы кәдімгі елді азат ету керек. Сондай бір кеңес берді бізге қырғыз бауырларымыз. Енді ол қырғыздардың тәжірибесі бар ғой. Бір емес 5 рет революция жасады, президентті қалай қуып шығу керек екенін біледі. Ол енді шындыққа жанасады елордада көтеру. Ал енді қалай ойлайсыз? Мына мен өз басым ойымша, жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, 3 жылды. 3 жыл егер біз шыдайтын болсақ, онда қазақ қайтадан ұйықтап кетеді. Енді осы жол ояту қиын болады. Бізге 3 айда тым ұзақ сияқылды. Егер де осы 1 айдың ішінде, 1-2 айдың ішінде қазақ тағы да көтерілетін болса, шетелдегі сіздер, Оңтүстік Кореяда көп азаматтар жүр, Еуропада көп азаматтар жүр. Келіп, бізге қолғабыс боласыздар ма? Саясаткерлер не дейді шетелдегі? Мен сізге былай біріншіден жауап берер едім. Алдымен мен сізге айтқандай, үлкен саяси өзгерістер бұл 3 немесе 5 жылдың ішінде болады. Мен сондай бір жорамал жасап жатырмын. Және мен айтқандай, әлі талай рет қазақ халқы көтерілетін болады. Және өкінішке орай бізде әлі талай рет трагедия, қайғылы оқиғалар болады. Яғни бұл уақыт аралығында біз әлі талай рет көтерілеміз, және көтерілу уақыты кескен уақыты болуы мүмкін. Бұл сәуір болуы мүмкін, бұл жазда болуы мүмкін, және тағы да басқа. Және халық көтерілген кезде біз мысалы жастар және тағы да басқа адамдар, біз бірден мен ойымша елге көтерілу, елге келіп, осында араласу тікелей түрде мен ойымша бұл саяси жағынан менің ойымша әзірше елімізге пайдалы болмайтын шығар деп ойлаймын. Неге десеңіз, біріншіден, егер де жүйе толықтай өзгермейінше, және біз мысалы Қазақстанға келсек, бізді менің пікірім бойынша бірден түрмеге отырғызатын болады. Біз жақсы түрмеге ел үшін, жер үшін біз отыра аламыз. Бұл мәселе емес. Бірақ біз түрмеге отыру арқылы біздің үніміз жабылады. Біз мысалы 5 жыл түрмеде отырсақ, 5 жыл бойы мысалы шетелде, Америкада, Қазақстанда болып жатқан қылмыс туралы кім айтатын болады? 5 жыл бойы біз мысалы Қазақстанда түрмеде іріп-шіріп отырған кезде, Америкада мысалы сенаторлармен кездесу, конгрессмендермен кездесу, Қазақстанда болып жатқан барлық былықты кім осында жеткізетін болады? Біз соны пайдалы жағынан, елімізге, ұлтымызға қай жағынан біз, қай жағы, қай жол тиімдірек, соны ойластыру керек. Сондықтан менің пікірім бойынша мен айтатын, шетелдегі қазақ диаспорасынан белсенді шығып жатқан ұл қыздарымыз, сіздерге әзірше Қазақстанға келудің қажеті жоқ. Сіздің үніңізді мында жауып жібереді, не түрмеге отырғызады, не өлтіреді. Бұл еліміз сіздің үніңізді жабу арқылы біз көптеген шығынға ұшырайтын боламыз. Одан да қайта сіз шетелде отырып, қазақтағы белсенділерді, қазақ диаспораларын белсенділікке тартып, Қазақстандағы болып жатқан былықты шетелде ашып көрсетіңіз. Сіз сол арқылы әлдеқайда елімізге пайда келесіз. Осында келіп Қазақстанға түрмеде отырып, немесе өлтірілгені салыстырғанда, қарағанда. Оныңыз рас, сіз менің ғана сұрағым емес, осыдан 2-3 ай бұрын Нұрсұлтан Назарбаев шетелде жүргеннің түгелі сатқын деп айтып еді ғой. Соған да бір жауап бердіңіз, және нақты өте сауатты жауап бердіңіз деп ойлаймын. Ғани, көп рахмет сізге сұхбат бергеніңізге. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Айтпақшы, бір соңғы сұрақ. Қай елдің тумасысыз, қай қаладан сіз негізі осы елде?
Мен негізі Алматы облысынан өзім боламын, бірақ кішкентай кезінде Ақмолада, ол кезде Ақмола, кейін Астана айналды, сонда 5 жасымнан өмір сүргенмін. Мен қысқаша айтып кетер едім. Біз негізінде Америкада осында тағы да жиі әртүрлі қорларды құрдық. Мұнда көптеген азаматтар, әртүрлі ұлттар сол қорларға қаржылай көмектесті. Мысалы айтатын болсақ, Мақтааралда су басып кеткен кезде біз мұнда $500 000 теңге жинап қорда, сол қордан 10 түрлі отбасыға, осы зардап шеккен отбасыға біз қаржылай көмек жібердік. Оған көптеген белсенділер араласты, көптеген адамдар араласты, әртүрлі ұлттар, әртүрлі нәсілдер. Сонымен қатар осы Қазақстанда коронавирус кезінде 2020 жылы жазда біз мұнда біз сосын әртүрлі тәуелсіз белсенділермен барлығымыз бірігіп, біз осында арнайы бір қорды құрдық, және бұл қорға біз $31 мың жуық ақша жинап, соған әртүрлі медициналық аспаптарды сатып алып, біз Қазақстандағы 7 түрлі ауруханаға жібердік. Сонымен қатар Қазақстанда көптеген шыққан белсенділер, солар әртүрлі қудалауға ұшырағаннан кейін әртүрлі көптеген айыппұлдар салынды. Біз сол көптеген айыппұлдарды жабуға, немесе жеке бір белсенділерге қаржылай көмектесуге байланысты осында көптеген қорлар құрып, соларға қаржылай көмектесті. Соған негізінде көптеген белсенділер араласты, әртүрлі адамдар араласты. Соларға үлкен рахметімді айтқым келеді. Және шетелде тұрып жатқан әртүрлі біздің қандас бауырларымыз, кез келген елде, Еуропада болсын, Америкада болсын, басқа елдерде болсын, сіздерге үлкен өтініш, міндетті түрде шығыңыздар. Қазіргі таңда біздің еліміздің қиын жағдайы, біз барлығымызда қорықпай, алаңдамай шығу керекпіз. Әртүрлі сіз тұрып жатқан елдерде сондағы билікке жеткізіңіздер, сондағы медиаға жеткізіңіздер. Қазақстандағы зұлым билік туралы, қандай бізді қинап жатыр, өлтіріп жатыр, соның барлығында қорықпай, алаңдамай жеткізіңіздер. Егер Қазақстандағы халық қорықпай билікке қарсы шықса, сіз шетелде отырып қорықсаңыз, мен енді түсінбеймін. Біз қазірде қорқу туралы емес, біз қазақ елінің болашағы, және бұл қазақ елі болашағы, қазақ елінің мемлекет ретінде жойылып кету кезіндегі сондай бір аласапыран кезінде біз шетелде отырып өзіміздің үнімізді қатты шығармасақ, мен енді білмеймін кім шығаратынын. Сондықтан бар өтінетінім қазақ диаспорасына алаңдамай, уайымдамай, қатты шығып, билікке қарсы осы әртүрлі елдерде басып күресіңіздер. Рахмет. Жақсы, көп рахмет. Негізі еуропалық қазақтармен байланыстамын. Америка Құрама Штаттарындағы өзіңіз бар, Маржан апамыз бар. Онан кейін оңтүстік Кореядағы қазақтар көп ақша жинап, осы жақтағы азаматтарға қолғабыс жасап жатыр. Ең бастысы бізге сіздерден рухани қолғабыс таныту, өстіп жиі сұхбатқа шығып тұрсаңыздар, өздеріңіздің әлеуметтік желі арқылы қазаққа рухани қолдау жасап отырсаңыздар, міне бізге осы әлдеқайда қажет деп ойлаймын. Көп рахмет, Ғани. Аман болыңыз. Америка Құрама Штаттарындағы басқа қазақтарға сәлем айтыңыз. Рахмет. Қазақ елі аман болыңыз. Сау болыңыздар.